достар, барлығыңызға Кореядан сәлем. Сіздермен мен Сана бар. Мені барлығы Санаш деп атайды. Таныстарым барлығы. Сондықтан сіздерде мені Санаш деп атасаңыздар болады. Мен Қазақстанның Түркістан облысында сол жақтан келгем Кореяға. Мен жұбайыммен, сосын екі қызыммен осы жаққа келгем. Келгенімізге уже 3 жылдан асты. Біз қазір Кореяда тұрып жатырмыз. Жолдасыммен, екі қызыммен келгем. 3-ші қызымды осы жерде босандым. Алланың қалауымен. Мен қазір 3-ші босанғаннан кейін үйдемін. Жолдасым жұмыс жасайды келгенімізден бері. Мен қазір үйде сол корей тілін үйреніп жатырмын. Біз Кореяда 3 жылдан астам уақыт болды, осы жерде тұрып жатқанымызға. Сол кезде 3 жылдан астам уақыт ішінде көргенім, білгенім, сосын бұл жерде қалай жұмыс жасайды, қазақтар келген кезде қалай қиыншылықтары бар, сосын жаңа қиыншылықтан өтіп, менің YouTube каналымда сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысам. Мысалы, маған көп қойылатын сұрақтар, кішкентай балдармен қалай, қиын емес па деген сұрақтар маған көп қойылады. Енді мен өзімнен келіп айтам, балдармен қалай келуге бола ма деген сұрақтарға. Білесіздер, осы жерге Қазақстан азаматтары көп келеді. Оны да көріп те жүрміз. Мысалы, көбісі жұмыс істеуге келеді. Солардан, достарымнан естігенім, мысалы, Кореяда қанша айлық алуға болады. Өзімде, мысалы, 2 ай жұмыс жасағам келген кезімізде. Сол әйелдерге қанша айлық шығады, еркектерімізге қанша ақша шығады, соның барлығымен бөлсем.